Бүгінде жасанды интеллект біздің жұмысымыздың жартысын атқарып жатыр. Дизайн жасайды, аударма жасайды, мәтін жазады. Тіпті кейде психолог пен фитнес жаттықтырушының да орнын басып жүр. Бірақ бір нәрсені жасанды интеллект ешқашан сіздің орныңызға жасай алмайды. Ол көпшілік алдында еркін сөйлей білу дағдысы. Я, жасанды интеллект сізге сөз құрап беруі мүмкін. Бірақ ол сөз сіздің сөзіңіз емес, сіздің жүрегіңізден шыққан ой емес. Ал шынайы сөз жүректен шығады. Қазіргі қарбалас, бәсекеге толы заманда көпшілік алдында анық әрі сенімді сөйлеу ең маңызды қабілеттердің бірі. Өкінішке қарай, көп деген адамдар көптің алдында шыққанда қорқыныш сезінеді. Ал гаджетке тәуелді заманда біз күніне бірнеше сағатымызды телефон қарап, рилс көрумен өткіземіз. Нәтижесінде тәжірибе аз. Тіпті кейде өскелең ұрпақ ертең еркін сөйлей алмай қала ма деген ой мазалайды. Бірақ біз сөз қадірін білген халықпыз. Қазақ тауып айтқан сөзге құн жетпейді, біліп айтқан сөзге мін жетпейді дейді. Енді сұрақ, біз сол деңгейге жетіп жүрміз бе? Мүмкін, дәл қазір жақсы сөйлеуді үйренетін уақыт келген шығар. Менің атым Нұрлан Азаматов. 2012 жылдан бері ораторлық өнерден сабақ беремін. Осы видеолар циклінде шешендік өнерден 500 кеңес атты жазып жатқан еңбегімдегі нақты пайдалы кеңестермен бөлісетін боламын. Егер бұл тақырып сізге қызық болса, парақшаға жазылып қой.